Қазақтың кенші ақын, жезкиік ақын атанған көрнекті ақыны, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кәкімбек Салықовтың туғанына биыл 90 жыл. Сан тақырыпқа қалам тербеген жерлес ақынымыздың артында мол мұра қалды. Қымбатты оқырман қауым, назарларыңызға кітапханамыздағы Кәкімбек Салықовтың еңбектерін ұсынамыз. Әр жылдары шыққан жезкиік атты кітаптарында адамдардың қаһармандық еңбегі, жезқазғанның ғажайып суреттері, тұрмыс тіршілігі, адамгершілік, достық қасиеттері жырланады. Сонымен бірге өлеңіне жазылған әндер топтастырылған. Лирик ақынның 500-дей өлеңіне 60-тан астам композитор ән шығарған. Олардың көпшілігі жезкиік, сағыныш, аққу әні, үш арыс, оқжетпес халық әніне айналды. Салықовтың шығармалары топтастырылған 3 томдықтың бірінші томына қазақ халқы басынан кешкен ауыр өткелдері сипатталатын өлең поэмалар, одалары мен толғаулары енсе, екінші томына туып өскен қасиетті де аяулы атамекеніне, туған еліне арнаған таңдаулы туындылары еніп отыр. Ал үшінші томына орыс ақыны Пушкин шығармашылығынан тәржімелері кірді. Сырымбетте мектебім кітабы ақынның өткен балалық шағы, оқыған мектебі, ұлағатты ұстаздары туралы естеліктері және лирикалық өлеңдері енгізіліп отыр. Ал жүрек сыры өзінің сүйікті жары Мәриямға арнау кітабы. Келесі жинақтарда ақынның ән боп кеткен өлеңдері мен әйгілі толғаулары, жан толқытар сан қилы поэмалары мен, мысалы Әкеге хат, Кенесарының соңғы сөзі, Тәннің тілі, басқа да асыл туындылармен танысуға болады. Кәкімбек Салықов өзіміздің жерлес дара тұлғаларымызға арналған көптеген туындылардың авторы. Дарқан дарын кітабында зор шабытпен Сәбит Мұқанов жайлы кең тебіренеді. Ұлы жазушының өмірінің қыры мен сырын ұшқыр ой, терең сезіммен танытады. Мағжанға тағзым қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевқа арналған өлеңдері мен толғаулары кіріп отыр. Ал Фазыл аға қоғам қайраткері Фазыл Кәріпжановқа арнау кітабы. Жинаққа заман сыры поэмасы және қазақ халқының бастан кешкен ауыр өткелдерін сипаттайтын өлеңдері кірді. Ғұлама, тарихшы, академик Манаш Қозыбаевқа арналған лирикалық шығармалары ақын жанды ғұлама еңбегіне енген. Манаш Қозыбаев жарты ғасырдан астам ұстаздық және ғылыми өмірін қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғауға арнаса, жинақтың негізгі арнасы да сол бағытты ұстанған. Бәйкен жолы жинағына кірген туындылар отан соғысының ардагері, елдің ардақты ақсақалы Бәйкен Әшімовтің бейнесін сипаттауға арналған. Отырар сазы және дүлдүлдердің дүбірі халық қаһарманы әйгілі композитор Нұрғиса Тілендиевке және күйші сазгерлерге арналған шығармаларынан тұрады. Әлемнің 8-ші ғаламаты, бас қаламыз Астанамызға арналған өлеңдері, ән оранған сөздері мен толғаулары енген. 2009 жылы шыққан 10 томдық шығармалар жинағына алғашқы өлеңдері мен поэмалары, өсу жолындағы өлеңдері, сүбелі еңбектері мен өлең жырларына жазылған әндері топтастырылған.